Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңдеулерді шешуге күрделі есептерді шығару жолдары тақырыбында қызық сабақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тригонометриялық теңдеулерді шешуге байланысты есептерді шығару. Синус куб х алу косинус куб х тең 1 қосылған 2-ден 1 синус 2х теңдеу тригонометриялық теңдеуін шешуді қарастырамыз. Біз берілген тригонометриялық теңдеудің оң жағын кубтардың айырмасының формуласына келтіреміз, ал теңдіктің екінші жағын оң жағын қос көштің формуласына келтіреміз. Сонда біздің тригонометриялық теңдеуіміз жақша синус х алынған косинус х көбейтілген жақша 1 қосылған синус х көбейтілген косинус х жақша жабылады, алу 1 қосылған синус х көбейтілген косинус х тең 0 түріне келеді. Яғни теңдіктің оң жағындағы 1 қосылған синус х көбейтілген косинус х-ті теңдіктің сол жағына қарама-қарсылығымен көшіреміз. Сонда берілген тригонометриялық теңдеуден ортақ көбейткіш 1 қосылған синус х көбейтілген косинус х-ті жақшаның сыртына шығарсақ, бірінші жақшада 1 қосылған синус х көбейтілген косинус х, екінші жақшамызда синус х алынған косинус х алынған 1 жақша жабылады тең 0 түрге келеді. Енді әр көбейткіштерді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 1 қосылған синус х көбейтілген косинус х тең 0, синус х көбейтілген косинус х тең болады минус 1-ге, яғни 1-ді теңдіктің оң жағына көшіреміз қарама-қарсылығымен. Мына жерде біз қос көштің формулаларын қолданамыз. Сол кезде біздің тригонометриялық теңдеуіміз 2-ден 1 синус х тең минус 1 түріне келеді. Синус х тең болады минус 2-ге, яғни минус 1-ді 2-ден 1-ге бөліп жіберсек минус 2 шығады. Бұл бізде шешімі болмайды, себебі мәндер жиыны минус 1 мен 1 кестесінің аралығында. Екінші жақшаны 0-ге теңестіреміз. Синус х алынған косинус х алынған 1 тең 0. Бұл жерде синус х алынған косинус х тең болады 1-ге, яғни минус 1-ді теңдіктің екінші жағына қарама-қарсылығымен көшіреміз. Мына жерде біз қосымша аргумент енгізу әдісін қолданамыз. Яғни тригонометриялық теңдеудің екі жағында туғрасында 2-ге бөліп жібереміз. Синус х-тің алдындағы 1 деген коэффициент бөлінгенде туғрасында 2-ден 1, туғрасында 2-ден 1 синус х, алынған туғрасында 2-ден 1 косинус х тең болады туғрасында 2-ден 1 көбейтілген косинус пи бөлінген 4, азайтылған синус пи бөлінген 4 көбейтілген косинус х тең болады туғрасында 2-ден 1. Мына жерде қосу формуласына келтіреміз, яғни синус жақшашылған х алынған пи бөлінген 4 тең болады туғрасында 2 бөлінген 2. Яғни жерде туғрасында 2-дің алдына да бөлінуді көбейтіп жібереміз бөлімдегі рационалдықтан құтылу үшін. Енді мына жерде х алынған пи бөлінген 4 тең болады минус 1-дің к дәрежесі ар синус туғрасында 2 бөлінген 2 пи к тесті z. Бұл жерде х тең болады пи бөлінген 4 қосылған минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 4 қосылған пи к тесті z-ге. Сонда біздің тригонометриялық теңдеуіміздің жауабы х тең болады пи бөлінген 4 қосылған минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 4 қосылған пи к тесті z. Екінші тригонометриялық теңдеу косинус квадрат х қосылған косинус квадрат 2х қосылған косинус квадрат 3х қосылған косинус квадрат 4х тең 2. Бұл тригонометриялық теңдеуге біз дәрежені төмендету формуласын қолданамыз. Яғни 1 қосылған косинус 2х бөлімінде 2, қосылған 1 қосылған косинус 4х бөлімінде 2, қосылған 1 қосылған косинус 6х бөлімінде 2, қосылған 1 қосылған косинус 8х бөлімінде 2 тең 2-ге. Бөлшектің алымында ортақ бөлімі 2, 4 қосылған косинус 2х, қосылған косинус 4х, қосылған косинус 6х, қосылған косинус 8х тең 2. 4 қосылған косинус 2х, қосылған косинус 4х, қосылған косинус 6х, қосылған косинус 8х тең 4 болады, яғни 2 мен 2-ні көбейтіп жібереміз. Мына жерде косинус 2х алынып, қосылған косинус 4х, қосылған косинус 6х, қосылған косинус 8х тең болады 0-ге, яғни 4-тен 4-ті азайтамыз 0-ге тең болады. Енді топтау тәсілімен косинус 2х пен косинус 8х жақшаның ішінде, қосылған косинус 4х пен косинус 6х жақшаның ішінде тең болады 0-ге. Біз мына жерде қосындыны көбейтіндіге түрлендіру формуласын қолданамыз. Сол кезде 2 косинус 10х бөлінген 2, көбейтілген косинус 6х бөлінген 2, қосылған 2 косинус 10х бөлінген 2, көбейтілген косинус х тең болады 0-ге. 2 косинус 5х көбейтілген косинус 3х, қосылған 2 косинус 5х көбейтілген косинус х тең 0. Осы жерден 2 косинус 5х-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда жақшаның ішінде косинус 3х қосылған косинус х жақша жабылған тең 0. Жеке-жеке 0-ге түйістіреміз. 2 косинус 5х тең 0-ге, косинус 3х қосылған косинус х тең 0-ге. 2 косинусына көбейтіндіге, қосындыны көбейтіндіге түрлендіру формуласына келтіреміз.
Сонда 2 косинус 2х көбейтілген косинус х тең 0-ге, косинус 2х көбейтілген косинус х тең болады 0-ге. Так, бірінші косинус 5х тең 0-ге, бұл жерден 5х тең болады пи бөлінген 2 қосылған пи-ге, х бірінші бірі пи бөлінген n қосылған пи n бөлінген 5, n тиісті z-ге, яғни теңдіктің екі жағында 5-ке бөліп береміз. Екінші косинус 2х тең 0-ге, 2х тең болады пи бөлінген 2 қосылған пи n, x екінші түбірі пи бөлінген 4 қосылған пи n бөлінген 2, n тиісті z-ге. Үшінші косинус x тең 0-ге, x үшінші түбірі пи бөлінген 2 қосылған пи n, n тиісті z-ге. Сонда жауабы x бірінші пи бөлінген 10 қосылған пи n бөлінген 5, n тиісті z-ге, x2 пи бөлінген 4 қосылған пи n бөлінген 2, n тиісті z-ге, үшінші түбірі пи бөлінген 2 қосылған пи n. Үшінші тригонометриялық теңдеуіміз косинус 10х алынған косинус 4х тең 0 түрінде. Косинус 10х алынған мынаны келтіру формуласы бойынша синус пи бөлінген 2 азайтылған 4х тең 0-ге болады. Яғни біз мына жерде қосындыны айырманы көбейтіндіге түрлендіру формуласын қолданамыз. 2 синус 2-ден 10х азайтылған тақшаның ішінде пи бөлінген 2 алынған 4х көбейтілген косинус 2-ден 1 10х қосылған пи бөлінген 2 азайтылған 4х тең болады 0-ге. Осы жерден синус жақшаның ішіндегіден 1 жақша 14х азайтылған, мына жақшаның ішіндегі ұқсас қосылықтарды біріктіреміз, яғни мына 10х нәлі 2 мен плюс айналатта 14х азайтылған пи бөлінген 2 көбейтілген косинус 2-ден 1 10х-тен 4х аламыз 6х қосылған пи бөлінген 2 тең 0-ге. Енді синусты жазамыз да 2-ден 1 жақшаның ішіне көбейтіп жіберген кезде синус жақшаның ішінде 7х алынған пи бөлінген 4 көбейтілген косинус жақшаның ішінде 2-ден 1 жақшаның ішіне көбейткен кезде жеке-жеке 3х қосылған пи бөлінген 4 тең болады 0-ге. Бірінші әрқайсысын жеке-жеке енді 0-ге теңестіреміз. Бірінші синус жақшаның ішінде 7х алынған пи бөлінген 4 жақша жауабы тең 0-ге. Бұл жерден 7х азайтылған пи бөлінген 4 тең пи-ға, 7х тең пи бөлінген 4 қосылған пи-ға, яғни пи бөлінген 4 екінші жағына көшірдік, х тең болады 7-ге бөліп жібереміз, пи бөлінген 28 қосылған пи бөлінген 7, пи-ға бөлінген 7, яғни к тиісті z-ге. Екінші теңдеуімізді тағы да 0-ге теңестіреміз. Косинус жақшаның ішінде 3х қосылған пи бөлінген 4 жақша жауабы тең 0-ге. Жерден 3х қосылған пи бөлінген 4 тең пи бөлінген 2 қосылған пи-ға, 3х тең болады пи бөлінген 2, пи бөлінген 4 екінші жаққа шығарамыз. Теңдіктің оң жағынан минус пи бөлінген 4 қосылған пи-ға, 3х тең болады пи бөлінген 4 қосылған пи-ға, нәтиже біріктіреміз. Ұқсас қосылықтарды х тең болады 3-ке бөліп жібереміз. Теңдіктің екі жағын пи бөлінген 12 қосылған пи бөлінген 3, пи-ға бөлінген 3, к тиісті z-ге. Жауабы х тең пи бөлінген 28 қосылған пи-ға бөлінген 7, к тиісті z. Мұндағы х тең пи бөлінген 12 қосылған пи-ға бөлінген 3, мұндағы к тиісті z-ге. Бізде төртінші тригонометриялық теңдеуіміз квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық теңдеулерге берілген 6 синус квадрат х азайтылған 3 синус х көбейтілген косинус х алынған косинус квадрат х тең болады 1-ге. Біз бірінші теңдіктің оң жағындағы бірді негізгі тригонометриялық теңдеуге келтіріп, оны теңдіктің сол жағына көшіреміз қарама-қарсы. Сонда теңдеуіміз мына түрге береді. 6 синус квадрат х алынған 3 синус х көбейтілген косинус х азайтылған косинус квадрат х алынған синус квадрат х алынған косинус квадрат х тең 0-ге. Енді мүшелерді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сонда біздің тригонометриялық теңдеуіміз 5 синус квадрат х алынған 3 синус х көбейтілген косинус х алынған косинус квадрат х, 2 косинус квадрат х тең 0 түріне келеді. Мына жерде бізде бір текті тригонометриялық теңдеуге келтіру үшін теңдіктің екі жағында косинус квадрат х-ке бөліп жібереміз. Сонда 5 синус квадрат х бөлінген косинус квадрат х азайтылған 3 көбейтілген синус х көбейтілген косинус х бөлінген косинус квадрат х азайтылған 2 көбейтілген косинус квадрат х бөлінген косинус квадрат х тең болады 0-ге. Синус квадрат х-тің косинус квадрат х-ге қатынасы бізге тангенс квадрат х келеді, яғни 5 тангенс квадрат х азайтылған 3 тангенс х, мына жерде косинус х пен косинус квадрат х сарапта 3 тангенс х азайтылған 2 тең 0. Айнымалы енгізу әдісімен тангенс х-ті y-ге белгілеп аламыз. Сонда 5y квадрат азайтылған 3y азайтылған 2 тең 0 квадрат теңдеуіне келеді. Бұл квадрат теңдеудің дискриминантын табамыз. Дискриминанты 49 тең. Y бірінші бөлігі екінші бөлігін табамыз. Бірінші бөлігі 1-ге тең, екінші бөлігі минус 5-тен 2-ге тең. Енді бастапқы енгізген белгілеуге орындарына қойсақ, бірінші теңдеу қойған кезде бірінші тангенс х тең 1-ге, x 1 тең болады, тангенс x 1-ге тең болады, пи бөлінген 4 қосылған пи-ға к тиісті z-ге.
екінші тан белгісі x тең болады минус 5-тен 2-ге, x екінші түбірі тең болады минус арықтан белгісі 5-тен 2 қосылған пи-ға, мұндағы қа тиісті z-ке. Берілген тригонометриялық теңдеудің жауабы x бірінші түбірі пи бөлінген 4 қосылған пи-ға, қа тиісті z-ке мұндағы. X екінші түбірі x2 тең болады минус арықтан белгісі 5-тен 2 қосылған пи-ға, мұндағы қа тиісті z-ке. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі біздің тригонометриялық есептерді, күрделі есептерді шешуге арналған сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.